Сәлем достар! Үздік педагог каналына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әйгерім Дәулеттиярқызы. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға жыл мұғалімі байқауында бас жүлде алуыма себепкер болған өзін-өзі презентациялауды ұсынбақпын. Көп мұғалімнің алдында байқауға қатысарда үлкен сұрақ тұрады. Қалай мен өзімді презентациялай аламын деген. Ендеше, бұл бір сіздерге идея салатын дүние болсын. Өзінің актуалдылығын әлі жойған жоқ. Байқау 2017 жылы болса да, әлі де өзекті. Әйгерім Дәулеттиярқызы жауапты, талантты, адамгершілігі мол, мейірімді, білімді мұғалім. Ең бастысы жыл мұғаліміне лайық. Алақай, біздің мұғалім жыл мұғалімге үміткер. Рас па? Мен де қуаныштымын. Біздің мұғалім байқау сәтті жыл мұғалімі. Өйткені біздің мұғалім Жауапты, ықыласты, лайықты, мейірімді, қуанышты, ғазиз, ақылды. Біздің мұғалім осындай. Ендеше орталық қошеметпен Әйгерім Дәулеттиярқызын шақырайық. Білемін, батпандай бір бағым барын, себебі ұстаз жолын қабылдадым. Шәкіртті шығармасам биік шыңға, келмейді бір сәтке де дамылдағым. Жетеді бір басыма жетістігім, шыңдадым сан баланың дарын. Әр бала жұмбақ толы бір ғылым қалаймын бар әлемге танылғанын. Алтын белгі қорғалса абыроймен, еңбекте сезем өшпес жалын барын. Үздік аттестаттары ұл-қызымның көрсетер өзімдегі тәлім мәнін. Ғылыми жобалар да сан қорғалды, оқ бойы облыста арындадым. Көркем сөз, эссе, олимпиада бар, республика көлемінде бағдарламам, үздік болып танылды нұсқа ғылым. Баспаға да жібердім сан мәлімет, мақала болғаннан соң нұсқа ғылым. Конференция, семинар, жобаларда сыналған талай істарыным. Әдістеме құралдарым және де бар, көтермес мұғалімді қысқа білім. Алғыстарым жетеді диплом мен, мүмкін бе марапаттан тыс қалуым. Ақыл, қайрат жүректі бірдей ұста, Абайдың өсиеті ұстаным.